Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы, сабақтың тақырыбы Абылай хан. Сабағымыздың оқу мақсатымен таныс болайық. Ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшеліктерін салыстыру. Тыңдалған мәтіннің мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру. Мәтіндегі ақпараттарды шынайы өмірмен байланыстыру. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын мына бейне үзікке назар аударайық. Қазақстан тарихында ұлы деп айтуға лайықты көрнекті тұлғалар жетерлік. Дегенмен олардың барлығынан бір бас жоғары тұрған тарихи тұлға бар. Оның өмір жолы түрлі шытырмандар мен кезеңдерге, таңғаларлық бұрылыстарға толы. Біз айбынды билеуші, дәулескер әскери қолбасшы және дипломат Абылай хан туралы айтып отырмыз. Аталған ұлы тұлғаның қазақ хандығының қалыптасу тарихында сіңірген еңбегі өлшеусіз. Ол билігін жүргізген кезеңнен нағыз данышпанға тән даналық пен тарихи мәселелерді шешудегі шеберлікті көруге болады. Абылай ханның шын есімі Әбілмансұр. Ол 1711 жылы Түркістан қаласында қала билеушісінің отбасында дүниеге келген. Бұл сол кезеңдегі қиын жылдар болатын. Оның отбасы жоңғар шапқыншылықтарының бірінде мерт болады. 13 жастағы баланы сол әулеттің адал қызметшісі құтқарып қалады. Ұзақ уақыт бойы Әбілмансұр өзінің хан тұқымынан шыққанын жасырып келді. Ол Төле бидің түйесін бағумен айналысады. Көреген би сол кезде-ақ жас баланың бойынан басқа қатарластарынан ерекше ерлік, тектілік, ақыл мен талапшылдық сынды өткір қасиеттерді байқайды. Осылайша ол жас Әбілмансұрды әскери өнер мен мемлекеттік істерге үйретіп, өз тәліміне алады. Бөгенбай батыр бастаған жоңғарлармен шайқаста көрсеткен ерлігі Абылайға өзіне лайық атақ пен мәртебені қайта сыйлады. Ол 1734 жылы Баянауылда Сабындыкөл жағасында Орта жүз ордасының сұлтаны болып сайланып, Абылай хан атанды. Бұл ат оған жауынгер атасы Абылайдың есімімен берілген. Әйтсе де тарих бетінде жеке ерлігінен гөрі Абылайдың дипломат және саясаткер ретіндегі қызметі әлде қайда маңызды болды. Ол екі алпауыт көрші, Қытай мен Ресей арасында екі жақтың да мүдделерін ескеретін тепе-теңдіктегі байланыс жолын таба алды. Осы арқылы қазақ халқын жоңғарлардан қырылу қаупінен құтқарып, хандықтың аумағын сақтап қалды. Қазақ хандығының дипломатиялық байланыстарын кеңейту мақсатында Абылай хан Ауғанстан және Түркияға елшілер жіберді. Абылай хан өз заманының беделді әрі дана азаматтары, соның ішінде жыраулар, Бұхар, Үмбетай, Тәтіқара, жауынгерлер Қабанбай, Бөгенбай, Малайсары, билер Төле, Қазбек, әйтекелердің ақыл мен парасатына сүйене отырып, өзінің ішкі жауларымен күресте, сондай-ақ сыртқы ірі қарсыластармен соғыстарда жеңіске жетіп отырды. Абылай хан туған халқының салт дәстүрін жетік білді және құрмет тұтты. Өзі керемет күй орындаушы еді. Ол өз дәуіріндегі ең білімді адамдардың бірі болды. Қуатты әскери мемлекет жасақтай отырып, Абылай хан қазақ хандығының басын біріктіре білді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ол туралы былай дейді: алмағайып сұрапыл заманда есеңгіреген елге ес кіргізіп, бір тудың астына біріктіре білген Абылай ерлігі мен ақыл парасатын қатар жұмсаған сарабдал саясаткерлігінің арқасында қазақ халқын жойылып кетуден сақтап қалды. Осылайша туған халқының кемел болашағын аңсаған ол өз дәуірі артқан ұлы жүкті қайыспай көтеріп, ел алдындағы перзенттік парызын атқарып кетті. Оның тұсында қазақтар өз ұлттық рухын жандандыра алды. Абылай хан мемлекет тағдыры күрделі сын алдында тұрған шақта билікке келген болатын. Солай бола тұра, өзінің артында ауқымды шекарасы мен 3 миллионнан астам халқы бар Еуразиядағы ең ірі мемлекеттердің бірін қалдырып кетті. Оқушылар, оқу тапсырмасы. Бірінші тапсырма: екі мәтінді салыстыра оқыңдар, қолданылған тілдік құралдар арқылы стилін анықтаңдар. Екінші оқу тапсырмасы: мәтіндегі көнерген сөздерді қатыстырып 5-6 сөйлем құраңдар, және ол көнерген сөздің қай түріне жататынын анықтаңдар. Артық болмас білгенің.
Абылай қаһарлы хан болумен қатар дарынды күйші ретінде де белгілі. Абылай хан Ақ толқын, Алабайрақ, Бұлан жігіт, Дүние қалды, Жетім торы, Қайран елім, Қара жорға, Майда жел, Шаңды жорық күйлерінің авторы. Үшінші тапсырма: артық болмас білгенің айдарындағы мәліметті пайдаланып, жігітке жеті өнерде аз тақырыбында сұхбаттасыңдар. Шынайы өмірмен байланыстырыңдар. Үйге тапсырма: берілген ақпараттарды негізге алып, Абылай ханға мінездеме жазыңдар. Назарларыңызға рахмет.